Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қысқа сацебели дайындаймыз. Салатқа керек заттар: қызанақ, бұрыш, сәбіз, пияз, сарымсақ және 2 ащы бұрыш керек. Барлық көкөністерді массировкадан өткіземіз. Массировкадан өткізу үшін ең алдымен көкөністерді кесіп дайындаймыз. Қызанақты кесіп, керек емес жерлерін алып тастаймын және жақсы жерлерін осылай турап қоямын. Тәтті бұрышты да турап қойдым. Осылай ұзыннан. Пиязды да кесіп дайындаймыз. Сәбізді де турадым ұзыннан. Бәрін дайындаймыз массировкаға тарту үшін. Сарымсақ пен ащы бұрышты да массировкадан өткіземіз. Барлығын массировкадан тартып, үлкен ыдысымызға салып отырамыз. Алдымен қызанақты тартып алдым. Кейін тәтті бұрышты, пиязды, сәбізді және сарымсақ пен ащы бұрышты да тартып, үлкен ыдысқа салып дайындадым. Оның үстіне 3 ас қасық тұз қосамын және 300 мл сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Жоғары отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Кейін жай отта 2 сағат қойып пісіреміз. Салат дайын, өте дәмді болып шықты. Ас болсын.